Баршаңызға сәлем, менің есімім Фариза. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан тар қосылған чизкейктің рецептімен бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Өйткені дәмі деген өте керемет. Творожный сыр, сливки, тарының үйлесімі енді айтып жеткізе алмайтындай керемет. Егер сіздерге видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп қоңырауды басып қойды ұмытпаңыздар. Өйткені алдағы уақытта өте қызықты, керемет рецептермен бөлісетін боламын. Ал олай болса бастайық. Ең алдымен біз тарымызды аламыз да жақсылап ыстық сумен жуып аламыз. Оның үстіне ыстық қайнап тұрған сүтімізді құямыз. Көріп отырғандарыңыздай сүт тарының үстіне бетіне шығу керек. Одан кейін жақсылап бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Ол жақсылап бөгуі керек. Одан кейін астындағы тестасын дайындайтын боламыз. Ол үшін печеньені үгітіп аламыз. Мен блендерге салып сатып алдым. Егер блендер болмаса, оқтаумен үстелдің үстіне қойып, оқтаумен ары бері жүргізіп үгітіп алуға да болады. Негізі осы тары чизкейкті көп адамдар тек қана талқанмен жасайды екен. Бірақ 50-50 талқанмен ұстатылған печеньемен жасаған өте дәмді болады екен. Мінекей ыдысымызға талқанымызды саламыз. Үгітілген печеньеміз. Оның үстіне ерітілген сары майымызды саламыз. Сөйтеміз да жақсылап қамыр илейміз. Қамыр болғанда песочный тесто сияқты, талқан сияқты шашырап тұру керек. Және де мен 2 ас қасық қант ұнтағын салдым, сахарная пудра. Және жақсылап араластырамыз, тестамыз дайын. Енді дайын болған тестамызды формамызға салып, жақсылап қолымызбен формасын жасаймыз. Менде форманың диаметрі 24 сантиметр. Көріп отырғандарыңыздай бортигін жасап, әдемілеп өстіп салып аламыз. Мінекей енді салмасын дайындайтын боламыз. Бірінші творожный сыр. Бөлме температурасына кішкене жұмсақ болу керек. Қант саламыз, сливкиімізді құямыз. Және 2 жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сливки міндетті түрде 33%-тен жоғары болу керек. Мен кішкене ванилин салдым, ол енді міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңызша. Салсаңыздар, салмасаңыздар да болады. Тарымыз дайын болыпты. Тарымызды саламыз. Және жақсылап араластырамыз. Однородная масса болғанға дейін жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Кішкене сұйықтау болып көрінуі мүмкін сіздерге, бірақ ол піскен кезде әдемі болып қататын болады, оны уайымдамаңыздар. Мінекей дайын болған формамызға дайын салмамызды саламыз. Жақсылап тегістеп әр жағына салып шығамыз да 150 градуста 40 минут пісіреміз. Мінекей міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін сіздерге. Дәмі деген өте керемет болып шығады екен. Сливки мен тарының дәмінің үйлесімін енді айтып жеткізу мүмкін емес. Егер видео ұнаса, сіздерге лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар және қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар.